Қырымның 40 батырының бірі Асан Қайғы туған Абат дастаны. Әл-Қисса, Асанның Асан Қайғы атануы. Берінің қызына үйленген Асан әйелі үш шартын орындамаған үшін шаңырақтан ұшып кеткен екен. Соның қайғысына шыдамай, Асан 7 жыл желмаямен жер қарап келеді. Содан Асан қайғылы болып жүріп, Асан Қайғы атаныпты. Асан Қайғының жалғыз баласы Абат әлде Жәнібекпен аңға шығыпты. Құсын аңға салып еді, жабайы құс тағы да қуып келді. Абат оны атып қалып еді, жабайы құстың құйрығына үріп кетіп, өзіне темеді. Сонда Жәнібек: "Абатым, мерген емес екенсің ғой" деді. Сонда Абат: "Жоқ, мен мергенмін. Аршыл құс болса дақ салдым, енді келмес. Арсыз құс болса келер, сонда ат деген жеріңнен атамын" деді. Бұл сөзден Жәнібек жеңілді. Содан соң Абат елге кеткен соң Әділ Жәнібек хан Ноғайдағы ермін деген барлық кісіні шақырып алады. Оның ішінде Абат та келді. Ерлер тегішін алған кезде Әділ Жәнібек хан: "Менің елімді шапқан, ала алмай жүрген жалғыз жауым бар, соны алып келсеңіз" деді. Сонда ешжан бас болып барам деп айтпады. Содан соң Абат тұра келіп сөйлеген екен. Ханымыз, халық билеген жанымыз, рұқсат болса сіздерден алармыз қалма қаласын, көрерміз оның шамасын, қасыма менің беріңіз, Қырымның байтақ ерлерін бізге берсең жарайды. Артық туғанды, Айсаның ұлы Ахмет, Батыр алау Еремет, қарға бойлы қас туған, әр уақыты ереді, бұлттай жерге өрмеген, алдырнасын қолға алып, жараған жауға сермеген, атағаны Абаттың кей асыл ереді. Шынтасылы төрехан, ақшыны сұлы еркеңіз, және бесін қарғынды, бірінен бірі кем емес, екпінді ерлер қарғынды, ердің осы басы деп, тұтасы мен қырықтың, Абат мерген бас болып, қасында бар 40 жігіт, елден шыға жөнеді, алыс емес арасы, тегек айлық жол еді, есен қазақ түлейге, іші қалың ну еді, түбін айы су еді. Қалмақтың елі бұл елден, елден шыға 40 батыр, сонда кетіп барады, түлкі жүрмес түлейден, түнде жүріп өтеді, қақпай жүрмес қалыңнан, қақа жарып өтеді, сайланған өңкей батырлар, жеңсіз берен ұл кейді, қолына ұстап найзасын, ат құйрығын шарт дейді, беренің беліне нық байлап, бір мезгілде күн батты. Күн артынан таң атты, жордың сонда келеді, қақпай кірпік біреуді, түн ұйқысын төрт бөліп, әлі жордып келеді, қара түлей қамыштың, ат құйрығы шанышты, қасындағы күлшікке суарып атын алады, азғана жел қақтырып, тағы да мініп алады. Жорды ұл мен 40 батыр, әлі де кетіп барады, есен қазақ түлейге тағы да мініп алады. Бір мезгіл ерлер тұрады, біріне бірі кеңесіп, қай жағынан жаумен тиюді, елге сонда қарады, атаған болды көргенде. Қашты қалмақ қалаға, Әл-Қисса, сонда Абаттың ерлеріне қарап сөйлеген жер еді. Артық туған дейлерім, қалмағалды хабарды, мықтап келді буалып, бірінші қолды бастаған, Асаның ұлы Ерабат, екінші қолды бастаған, Айсаның ұлы Ахмет, үшінші қолды бастаған, қайтпас батыр ер туған, қойшы менен түйеші, жылқышы мен бадашы, ханына келді шұбырып, қалмақтың баша баласы. Ей ханымыз, ханымыз, кеудедегі жанымыз, еліне келді көп әскер, өңкей сауыт киінген, асына мінген медеуі, батырлар өңкей жиылған, қашып саған келдік біз, еліңе халқын жинашы.
бір келген ерлерден артық туған сен болсаң, халықта алып сен қалшы, елге келет деген соң. Ол да алды көктерен, келді қарсы екі қол, үсті-үстіне жиылды, батырларға да болды жол. Сонда шығып келеді, жекпе-жектеп желеді, келді менің тұсым деп, қасындағы ерге қарамай шыға абат жөнеді. Сонда қарсы келеді, қарсы келіп тұрғанда, ей, қалмақтың ханы сөйледі, ай, ай. Әлқисса, сонда қалмақтың ханы сөйлеп жатқан жер еді. Ей, ноғайсың, ақ найзаңды шүйіріп, кімге залым қарайсың, көкберенің қолында жалғызыңнан жабысқыр, соғысуға қалайсың, шытырайып қарайсың, шытырайып қарасам, көзіңде сенің оярман, қаныңды ұрттап тоярман, кесіп басыңды жоярман, менің тегім сұрасам, қалмақ деген еледім, ішінде қайтпас ер едім, сен қасымда қой болсаң, мен бір арлан бәр едім, қасымда тоқты тұрымды ауызға салып жібердім, бұл сөзді естіп ер абадай қаһарланып, ей, сөйледі, ай, сөйлегенде бүйдеді-ай, мен ноғайлы ер едім, ноғайлы батыр ер едім, қасымда бар 40 жігіт, әрқайсысы 1000 кісі, 40 000 кісі қол жатар. Ей ағысы сен ақпақ, кішкене ғана шыдасаң, шекеңе тигер қол тоқпақ. Қалмақ тұрды қаһарды, сонда тұрып ұмтылды, біріне қарсы шабысты, найзаласып қағысты, сонда тұрып ұмтылды. Сонда абат дүрдіріп, сонда шапты қылышпен, онда да қылыш тимеді, аттан түсе қалысты, найзаласып салысты, ақырында некелек шаншылуға барысты. Айдай-у, 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 айдай-у. Қарт бурадай қамданын, сонда найза салады, хауазымдай хандарың құрды сонда сілесі, шаршағаннан ханыңның бүгілет сонда тізесі, қалмақты шығып алады асқаның ұлы ер абат. Хауазымдай хандарың сонда бітті мүдесі, Хауазым хан өлген соң шықты сонда баласы, баласына қарашы абаттайын батырға, сонда қарсы келеді, атаның кегін алам деп келді сонда алысы. Әлқисса, сөйлегенше болмай-ақ ақ найза хан баласына тиіп денесін шаншып өтті. Ақ сауытқа да қарамай найзаның ұшы оттай өтіп жас батырды жаралады. Сол сәтте ноғайлының батырларының намысы лап ете түскен жер еді. Сөйлегенше болмай-ақ ханға тиген ақ найза, баласына ханның шанышты, ақ сауыттай өтпеді, сонда қалмақ шабырды, ноғайлының батырлары тасарысқан ер сабыз, олар да сонда айқайлап біріне бірі шабысты, қалмақ ноғай аразы қызыл алаң қан болып, көрмегенге таң болды, тақада қалың шам болды. Бір шетінен ер абат, бір шетінен ер тоған, бір шетінен ол тиді, Айсаның ұлы Ахмет, ерлер келді қалмақты қоралаған қойдай қып, қамап алды қат-қабат, ақ берені шарқылдап, суырып алмас қолында, кәпірдің түсті қолына, шапты ерлер ту байлап, найзалары қолында, електе жүрген соңында. Батырлар ерік бермеді, жиналды қалмақ баласы, тұс-тұстан қылыш сермеді, кетерін білмей ол қайда, біріне бірі тығылып,
салмақты сонда кернеді, суырып сонда сасады. Ортада тұрған кәуірдің сұсы жаман қашады. Сыртына шыққан қалмақтың Айсаның ұлы Ахмет жібермей сырттан тосады. Оны қоймай қырады, қаланың ішін қаңдатып, шарбақтарын шаңдатып, жаңғыртқан қойдай маңыратып, бимен төребектерін оңменен кірген найзаға жанын оның қорлатып, талай қалмақ баласы кең далада қаңғыртып кетті. Ханның баласы екі бірдей баланың атын желік болғаны жете алмай қалды қарашы. Сол екеудің артынан ерлер кетті телкірек, Асаның ұлы Ерабад, Айсаның ұлы Ахмет, батыр туған ер туған шынтасылы Төрехан. Төртеп кетті қат-қабат, белес-белес белеуді, арада бешік тау өтті. Абаттың жүрген күреңше аспан қарғып қояды, қолға ұстаған ақ найза болады шаңға ол қайдан. Сонда бір таудан өтеді екі бірдей жас бала, 3 күндік жерге жетеді, ат құйрығын сабылтып, қара терге малындып, аюдайын ақырға. Қалмақтар оған бас ұрған, алдынан шықты Ерабад, найза ұшына ту байлап, онан соң жүріп келеді Айсаның ұлы Ахмет. Онан соң жүріп ер туған ел артында ол келеді. Ақ найзасы өңіренген айыбы жас баланың, азын көпке теңгерген шынтасылы Төрехан. Алдындағы баланы сонда тұрып өлгені, артына бір қарады, сонда үлкені інісіне сөйлегенде бүйдедай, сонда үлкені інісіне сөйлегенде ол бүйдедай. Сонда үлкені інісіне былай деп сөйлейді екен: Ей қанатым, қанатым, қолым астар боладым, артымыздан жау кетті ғой, дәрмен бізге жетті ғой. Арыстандай ақырған, қалмақ менен Ноғайдың есі едай ақырған. Ноғайлының елдері әкемізді өлтіріп және қуып кеткені, біздердің де артынан ұшы болат ақ найза. Оны бір қолға алады, Құрамсаны қолға алып соқсам деген Ноғайға бізде жақын баралық. Ашарсан шығас қарып, Ноғай менен қаралық, елер келді қасына, келді кенде оларды. Алмады балалар есіне, әуелінде қашса да, аз екенін ол білді, шошынып тізгін жимады. Екі бір жас баланың Құрамсасын көрген соң, Абат сонда доланып, нереге батыр сыймады. Ақ сүңгісін қолға алып, сол балаға баруға, барып кегін алуға кетті сонда Ерабад. Қардарсан шағас қарып, сонда Абат сөйледі-ай, сонда тізгін жимады. Ей сен қалмақ, сен қалмақ, кегін бар деп сен алмақ, жеріңді сенің мен алмақ, әкеңді сенің өлтіріп алмақ сенің қалаңды. Кетіп қайда барасың, тартырармын сазыңды, қорқпаймын деп ойласаң, білмейсің бала шамаңды. Сонда бала сөйледі-ай: Әлқисса, сонда бала оған былай деп жауап береді екен: келді екен десең деді, ызғарды бетке шашсаң да, ауызыңды ашсаң да, қорықпаймын мен деді-ай. Жекпе-жекке келсең сен, алысам десең кел деді. Батырлар жауға жасанды, ақ найзаңды қолға алып, ат үстінде найза салысы, қақырғаны қантадым. Қызғанған сайын ерледі, маңдайына тері ағылды. Елені берде сабындай бір уақытта болғанда, Асаның ұлы Ерабад ақбереннен шабады. Қоса тұрып тағы да жағаға қолды салады, оны жұлып алады. Тарылды оның тынысы, ағасы оның өлген соң. Кішісі сонда шабады, қарт қояндай қасқарып, қарсы келіп салады. Оған тиген ханға тиген ақ сүңгі,
өзі алады. Салдырғаны көк темір, қасында қол тұлпары, адыра ессіз қалады. Асқар таудай жүрегі, ағаны інілі екеудің, бітті тезен ажалы, қарға менен сауысқан, еттерін жеп тауысқан, Абат менен Ертоған, жетеге алып аттарын, қалмақтың еліне жөнеді, баяғы өткен жерлерден. Өтіп кетіп барады, баяғы өткен бөлшектен, ат суарып алады. Елге жақын баруға, ілгері озды хабарға, елге жақын келгенде Абат менен Ертоған. Айсаның ұлы Ахмет үшеуі кетті ілгері. Жәнібек әділ хандарға келіп хабар береді. Оған хабар берген соң еліп сәлем береді. Сонда Асан сөйледі, аман есен келдің бе, құлының жалғыз сен деді. Және де аман келдің бе, қасындағы құрбы құрдасың, есен аман сен барып, қалмақтарды алдың ба, құлаттың ба, ордасы Әлқисса. Елі жұртымен амандасып, арада 2 ай өткенде хан тағы да бір нәрсе ойлады. Бұл Абат штамды деп еді, мұны тағы да бір сынайын деді. Бір күні Абат түннен тұрып жылқысына кетті. Әйелі жылы төсекте жатыр еді, хан елең алаңнан бір тістен басқа ақ жер жоқ қолы жіберді. Сен оның әйелі жылы төсектен тұрмай тұрып, қойнына құшақтап кіріп жатып ал. Егер қызғаншақ болса, іші тар болса, сені келіп ұрар. Ұрса да тұрма деді. Сонда құл келіп Абаттың әйелін құшақтап жатады. Күн түс болды, екеуі соған дейін тұрмайды. Бір мезгілде Абат үйіне келсе, құл мен әйелі екеуі құшақтасып жатыр екен. Абат жайменен келіп, әйелінің қолын еркектің мойнынан алып, еркектің қолын әйелінің белінен алып тастап, өзі жылқысына кете береді. Кейін Абат үйіне кетті, кейін құл үйіне кетеді. Бірақ Абат әйеліне еш нәрсе айтпайды. Содан кейін Абатты Жәнібек шақырады. Шақырғанын біліп, Асанқай қарт баласына сөйлейді екен. Абат, сөзімді тыңда сен Абат, тілегіңді тілесең, шатты бойын беріңіз, бақашығы білектей, баттауғы жүректей, балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, баттауғы шалғынға, шөккен түйе таптырмас, балығы жылқы шаптырмас, салдырғаны өледі, көңірсіген құбадың, талайдан қалған жер еді. Бір жағын оның сұрасаң, жылқы менен қойға жай, бір жағын оның тағы да түйе менен қойға жай, анығын оның сұрасаң, ноғайлының жиылған, ашығы мен арығы, пақыры мен мүскіні, аштарына балық бар еді, ол да соған шәйеді. Жәнібекке барсаң сен, сұрашы балам сол жерді, берсі егер ол жерді, шыңғырлаудан кетерміз, шаттың бойын жетерміз, ноғайды ертіп барып біз, атын бөлек етерміз. Әлқисса. Сонда Абат тұрып жалғыз өзі ханға барады екен. Сонда ханым сөйледі-ай, сөйлегенде бүйдеді-ай, ей Абат, әкең берген деген соң, оны да мен сынадым. Екінші рет келгенде ерлігіңді сынадым, қалмақтар алды қаласын, билігіңді сынадым, жиылып тұрған елдерге ашып жауап бастадым, кеңдігіңді сынадым, не демесең беруге батыр саған бастадым. Сонда Абат сөйледі-ай, сөйлегенде бүйдеді-ай, тілегімді тілесем, шаттың бойын беріңіз. Сонда ханым сөйледі-ай, ей Абат, үйіндегі боқсақал, айтты саған ол қалай, тіледегім мен бердім енді ала бермеген деді барды бір. Әлқисса. Сонда Абат тілегін алған соң еліне келіп түсті. Еліне жақсы ақсақалдар келіп жиналып, сонда жиналған ақсақалдардың бірі тұрып айтты. Ей Абатым, ұстаған қолға болатым, ханға барып не алдың? Сонда Абат оларға тұра келіп бейдеді, жасы үлкен ағалар, туған бұрындан алар, болды қабыл тілегім, шаттың бойын
менен мен алдым, аяғында көп халық бар, бара берсең ол жерге бізге маңдай халық бар. Сонда Асан сөйледі-ай, жиналған көп халықтар, Ноғайлының ашары сол жақсы қонысқа, адам менен айуанға жемі жақсы келісі, жері жақсы келісті, аты оның болсын жем, анығын оның сұрасаң, толып жатқан балықтар, сол балықта алған соң тарысы байға теңеліп, байда болмас ол да кем, ақсақалға құлады, үйлеріне барады, әйеліне ол да келді де жүктеп айғай салады. Олар сөйтіп айғайлап жатқанда Асан қайғы келіп, бүгін еру болып таң ата көшерміз дейді. Бір мезгілде күн баты, шолпан туа оларды, үйдің бәрін босады, үйді сонда жығады, өгізге жегіп арбасын, мәселге жегіп шанасын, малдарына жіпті салған соң. Ноғайлының ашарық шатқа кетіп барады, Асан қайғырабат, Ноғайды бастан жөнеді, ондағы малы барлығы, қозыларын маңыратып, айдап сонда келеді. Сол көшімен арада 2-3 күн жол жүреді, аман есен ол барып, жемге сонда қоныпты, Асан менен Абаттың айласы мен ашарық. Қалпына келіп Ноғайдың сонда бай болыпты, торлысы байға теңеліп, тұрақты жем қоныпты, алдында шат болса да, Асан қайғы қонған соң, оның аты жем болды, пайдасы оның көп болып ай, талай Ноғайдың ай қоныпты Әлқисса. Абат пен Тоғанның Тулақ ханға баруы. Арада 1-2 жыл өткенде Тоған батыр ой ойлайды. Осы қалмақ елімді шауып еді, жол болса соған Абатты ертіп барып, кеткен кегімді алайын деді. Сонда Абатқа барып тұрып, Асан қайғы қартқа сөйлейді екен. Ей, ағамыз, болдың бізге панамыз, Ноғайды жетіп жесірін. Қойдай айдап сен бақтың, ашарық болған Ноғайға, пана болып оларға, тамақ беріп жем таттың. Мен бір қиял ойладым, сол қиялға жетуге, қалмақтың елін шетіне, қалмақ шіркін тиепті, ол жаның ай бөліпті, жетім жесір ол алып, еліне қарай кетіпті. Сол тұрғанда қалмаққа барсам мен деп ойладым, сол қалмаққа мен барсам, қалмақтап барып тек алсам, жалғыз жауға баруға келмеді оның ыңғайы, Абаттайын баламды қасыма қоссам демедім Әлқисса. Сонда Асан қайғы қарт баласы Абатқа сөйлейді. Абатшан, Ноғайлының ереді, келіп тұрсаған ағаңыз, жаулы жерге қараңыз, атаң алсын кетерін, сол бір жауға барасың, атаңның келін аласың, сөзіне құлақ саласың, сөзіне құлақ салмасаң, құрметсіз атаң шарасың, сол бір жауды аласың, сол бір жауды алмасаң, не болғаны Абатым, сонда Абат сөйледі-ай, айналайын жан баба, жау қаһарын сен алдың, айла менен білгірік, бәрін жұмсап халқыңа, өз халқыңнан сен асың, бар десең мен барайын, ағам менен қосылып, ерегескен дұшпанға соғысқа салып алайын, алыс сапар жол жүріп, әуелі халқым екінші, ата менен ана үшін, төгілмес беттен ар үшін, желімге берер мал үшін, әуелі халқым қатын менен бала үшін, төгілмес беттен ар үшін, жемге тамар қан үшін, әуелі Алла екінші, бір кереме сыйынып, бекініп белге буынып, қалмақтың елін басайын, ағам менен қосылып, кім үшін тудым әуелден, ерегескен дұшпанға соғыс қалып алайын, халқымды мен бермейін, ортасына халқымның шыбын алып салайын, сөзді айтып бір Абат, бадана көзді батыр салып, баса үстіне киеді, басына киіп тұлыға, алыс сапар жүруге, берен кетіп белдіктеп, шыға менен
Содан соң туған еліне кеткен соң 3-4 күн біткен күні Абат әкесіне келіп сөйлейді екен. Балапаны шарқияға атасы бар деп бұйырса, ата келдің өзіне, алыс жолға кетуге, қалмақтың еліне жетуге, сұрай келдім Ақбата, алыс жолға кетеміз, қош көргенше дүниеде, жақсы болған күніміз, Алла нәсіп айдаса, қайтып бір күн қаларымыз, көңірсіген жерлерді, ұзынан жатқан көлдерді, көріп бір күн қаларымыз, атасы батасын береді, қолыңды жай Абатжан, берейін бата мен деді, олсыздарға ұл берген, қызсыздарға қыз берген, жалынды тілек еткенге, бұлдырға қабыл тілеген, Алланың жері ашылсын, баба түпті шаштасыз, қолтығынан желесін, қызыры менен 40 жігіт, қыдыры менен Ілияс, оларда болсын жолдасын, қысылып тайғақтар жерде, қолтығынан желесін, қолымнан ұстап демесін, сонда Абат желеді ай, тоғанға қарай, жөнелді ай. Әлқиса, сонда тоған ауылына келіп екеуі 2-3 күндік жолға шығып кеткен жер еді. Желеді, асына мінген тұлпары, елден шығып кеткен соң, арада неше күн жүріп, бірнеше асты төбеден, бірнеше асты өзеннен, бірнеше асты дөңгеден, және кетіп барады, белес өтті, және өтіп барады, көңіршіген көкшілден, шөбі қалың жерледі, және өтіп барады, мұңарлыған биік таулардан. Мұңарлыған биік таулардан, екі батыр шапанда, қорықпай кетіп барады, аю қаблан аңдарды, далада жан көрмеді, сергелек жатқан ерлерден еш жан оны көрмеді, бір мезгілде күн батты, ай қараңғы күн бол, кімнен олар қорқады, неге сонда жортады, қараңғы түн болса да, батырлар сонда жортады, белес өтті, бір мезгілде таң атты, биік шыңға өткенде, сол мезгілден өткенде, 2 ай жарым көп өтті, биік шыңға кеп батырлар төмен қарай көз салды, сонда жерді көреді, жайылған шыңның астында, қоралаған қойменен үйін көрді жылқыны, ел екенін біледі, қамашыға отырып көп екенін біледі, биік шыңға кеп батырлар шың жағалап өтеді, жалғыз аяқ шаппа жол батырларға болды кез, қиыншылық туады, тәуекелге бел байлап, көз қанаттың шарасын тартпасында бек тартты, батырлар сонда құлады, етегіне құлады, таңда түске толады, ат тұяғы қағылып елге қиын болады, Әлқиса, Абат пен тоған сөйтіп тұрғанда, қасындағы бір шыңнан бір кісі шыға келіп, көкпеңдеген көк темірді көргенде шошып жығылып құлап, қайта тұрып, Абат пен тоғанға қарай келіп сөйлейді. Қайдан жүрген жасындар, Алла найза киінген, үстіне киіп көк темір, басына киіп тулыға, лашын құстай шулаған, құламау шет бұлтаудан, сендерді көрдім құлаған, қайқалық едің сен деді, аты жөніңді білдірші, білейін оны мен деді, біз қалмақ деген келедік, мұндай бұрын көрмеген, қорқып тұрмын мен деді. Ханыма хабар берейін, сол ханыма барайын, деп бір кісі сөйледі, сонда тұрып ер Абат, оған қарай бүйдеді, біз Ноғайдың еледік, Ноғайлының ередік, іздеп келген жеріміз, Хантулақтың қаласы, Хантулаққа хабар бер, қалмақ болсаң сен кіші, кісілерін жинасын, соғысамын мен деді, Ноғайға олжа алған
салғандай, беліңе бүлік салғандай, не жазығы бар еді. Бізде келдік оны іздеп, шабарға оның қаласын, 3 күн мезгіл берейін, ханыдан құлағай қалмасын. Әлқисса, сонда жаңағы жиылып келген қалмақтар хан Толыққа келіп айтқан еді. Ей ханымыз, ханымыз, кеудеде бар жанымыз, келдім көріп мен сені, үстіне темір киінген, ақ найзасын қолғалап, найзасына сүйенген, қасында тағы біреу бар, ода темір киінген. Байқап қалдым мен оны, ел қаруы 5 қару, кейін сонда бұйымнан, екеуінің де қасында көк тұлпар тұр ойнаған, көзі оттай жайнаған, айналайын ханымыз, найзаң болса саптай бер. Ұшқыр қара тұлпарың күйге алып саптай гөр, халқыңда алып сен айырсаң, солды жауды сен деді. Ендігі сен өзің біл, болдым айтып мен деді. Сол секілді ханымыз ешбір айла таппады. Сен бір айла тап деді, сонда тұрып ойланды. Шаршап келген шаншыған, қайраты қанша болса да, қайраты қазір ашығар. Сонда тоғанның абатқа келіп айтқан еді. Ей, жауда сонда таянды, жауда сонда таянды, таянбаса не қалды, қайраты болса абады, көрсетелі ол жауға, қашқа едім қуалға, келіп шаршап алыстан, қайратың сенің қайтты ма? Денеде қайрат бар болса, хабарлашы қанады. Екі батыр тұрады, қолына алып найзасын, атына енді мінеді. Әуелі Алла екінші, бабадан жәрдем тіледі. Шаршаған екен көп бар, Бұқайы оның кетіпті, сиыны бүркен мұқаға, жүр алмай қалды жануар, сонда тұрып қалмаған, халқынан алып 100 кісі, сонда тұрып хандарын, үстіне киіп алады, сауыты жоқ болған соң, қожыны қызыл шекпенін, беліне ілді сауыты, қолына алып найзасын, құртуға жаудың айласын, атаман елдің тынысын, көзбен елер көреді, көп екенін біледі, көп екенін біледі. Сонда тұрып ер тоған, жау қарасын көрген соң, буыр қанды бусанды, мұздай темір құрсанды. Жауда сонда таянды, атына жалынып айтқаны, Сонда жаудың таяп қалғанын көрген тоған атына жалынып айтқан еді. Ей жануар, жануар, адым аяқ баса көр, адымыңды аша көр, үйіңдегі иінге жабығып кеп тұрғанда, оған да бір жәрдем бер деп тұрғанда, қасындағы жағын қосқа келеді, көк темірге киінген көлгейлерді көреді, тулақтайын салымның жағын қосқа келді де келіп сөйлей береді. Ей адамзат, адамзат, қайсы халық сен деді, үстіңе киген ақ сауын, жолыңа алып ақ найза, қарнына іліп садағын, халқынан асқан ерімізің, ілгері осы хабарға, үстіңе киген ақ сауыт, ел болсаң да алармын, қалды темір болса да, көжіні киген шекпенің, ол бір сауыт кем деді, сонда тоған сөйледі, сөйлегенде бүйдеді, сонда тоған сөйледі, сөйлегенде бүйдеді, менің тегім сұрасаң, ноғай деген ел едік, ел ішінде ер едік, менің атым ер тоған, қасында менің абатым, өзімнің құйрық қанатым, шапса елдер қалмайды.
жолда жүріп шарлаған ақсың қарқы секілді қанатын алып қолдаған қосылып жүрсек екеуміз талай қалмақ сорлаған қаһарланып ұмтылсақ қар мен жаңбыр бораған темірдей болса тоғанның үстіне киген ақ сауытынан найза өтпейді ат үстінде ерлердің ақ терені жарқылдап сонда ерлер шабысты аймағымен қағысты оғанда қалмақ көнбеді аттан түсті батырлар белдерімен алысты жағаласып салысты оғанда алмас бар еді сол алмасты алады жағаласып жүргенде алмаспен жатып қалады көңілі ердің мұқатып көңілі ердің тынады қалмақ жыртып өрген соң сонда қалмақ жапырды сонда қалмақ сөйледі ай сонда қалмақ жапырды сонда қалмақ жапырды сонда қалмақ сөйлейді ей ноғайсың жалғызыңнан шабысқан ажырайып қарайсың жекпе жекке соғысып алысуға қарайсың сонда тұрып ердоған кезегі менің келді деп тулаққа қарай жөнеді қолына алып найзасын тулақта қарсы келеді соғысқа салып қалады жекпе жекке тоғысса ақ берені шарқылдап тулақпенен ердоған біріне бірі салады тулақтайын залымның шекпенен найза өтпеді денесіне жетпеді одан әрі кетпеді оларға амал ақырды туған мінді ол атқа жетті сонда мұратқа алтын салды соғысты абатпенен ердоған біріне кезек бермеді жүз кісідей қалмақтың 81-дей өледі қалғаны да қашады жалғыз қуып барады артық туған ер абаттайын артық туған ер туған абаттайын батырдың ішіге найза салады барлығы да аяқтан қоршаулы түрі басқа жер шырайына мен сауытпен найзасын салсын қай жерден қаны сонда тыйылып түрегеліп атына болды бару қиынды өшеттікпен ерлікпен тұрып атына мінеді қолына алып найзасын абатқа қарай ереді оған қарай ереді қашып кеткен қалмақты сол соғыста ердоған талайын сүйреп жіберді қашып кеткен қалмақты абат ерде түйретті омыртқасын сүйретті қабырғасын қақыратты қарсы келген қалмақты қолына алып дайындасын кеудесінен нишанды иесінен айырып талай атты ойнатты абатпенен ердоған қалаға қарай сиынып жалмауыздай тиеніп қаладан шығып жөнеді шығатұғын жолы жоқ ей манағы шыңға келеді ай арада бірнеше күн жүріп сол шыңға шыққан соң еліне келеді